Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2012 жылы жарық көрген «Жақсы балалар жыламайды» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. 6-шы сыныпта оқитын жас жеткіншектер бөлініп футбол ойнап жүреді. Қыздар тобын Экки дейтін қыз бастаса, ұлдар тобында Джоэб атты бала ойнайды. Ол жеңіліп қалатын түсініп, Элизаның шашынан тартып, ережені бұзып, гол салмақшы болады. Бірақ Экки оны итеріп жіберіп, допты иеленіп, ұлдарға гол салып жеңіске жетеді. Осылай Эккидің футболға деген құштары барын байқаймыз. Ойынның санағын және комментарийді Ибрахим жүргізеді. Сөйтіп 4-3 деп жеңілгенін айтқанда, ол мені итеріп жіберді деген Джоэб өзі қыздың шашынан ұстағанын мойындамай қарсыласып тұрады. Олардың бір сыныпта оқитынын көреміз. Апайлары кіріп, алда болатын турнирге дайындықтарын сұрағандай боп, сынып бұзықтар мен жақсылар дегендей топқа бөлініп, Джоэб қыздар футболды ойнай алмайды деп шамдарына тиетін сөздерді айтып, Экки екеуі айтысқандай болады. Ата-анасымен тамақтанып отырып, бірге Инна апайына барып, біз бүкіл сыныппен Тео Тайсон мектебіне ауысқымыз келеді деп, одан жақсы баға қойып бересіз ғой деп мәселені шешіп сыртқа шығады. Джоэб Эккиға тиісуін қоймайды. Экки оған қарсылас секілді, ол да өз жауабын беріп жатады. Шыдамы таусылған Джоэб оған саябақта жекпе-жекке шығайық деп хатты жібереді. Экки достарын ертіп Джоэбтерге келеді. Бір-біріне сөйлеп тиісіп төбелесе кетеді. Экки қыз болса да өзінікін жібермеуге тырысып арпалысады. Аунап жүріп, кейін Джоэбті ұрмақ болғанда бала оның бетінен салып жібереді. Эккидің мұрны қанайды. Ол кезде Ибрахим ұстазға айтып тез келе жатады. Екеуін ажыратып, доғартып, бір-бірінен кешірім сұрап қолдарын алғызады. Сол кезде Эккидің басы айналғандай бір түрлі болып қалады. Үйінде анасымен бірге сабақ орындап отырып, мұрнынан қан ағып тамшылайды. Содан дәрігерге көрсетіп, ол қан көп ағатын беді деген секілді сұрақтарды қойып, қанның сынамасын алып қалады. Лауренс атты досы оны ұнатып, оған хат беріп жібереді. Кейін Экки қайтатын кезде Джоэб артынан кеп, оған қолын созады. Төбелессе Экки жоғалтқан добы бар мойын алқасын қайтарып береді. Эккидің оған деген ойы өзгергендей көрінеді. Элиса екеуі отырып, Лауренстің хатын оқып, мен туралы не ойлайсың деп жазған екен. Экки оны дос ретінде ғана жақсы көретінін құрбысына айтып отырады. Сол кезде Эккидің басы бір сәтке ауырғандай болады. Сабақта отқанда алқасын ұстап Джоэбке қарап қалады. Оның балаға деген көңілі оянғандай сезіледі. Сөйтіп Элиза екеуі шыққанда Эккидің ата-анасы мектебіне кеп, қанның сынамасына байланысты ауруханаға бару керекпіз деп оны алып кетеді. Ештеңе білмейтін қыз ауруханаға кіріп, айналасына көз салады. Лифтке жақындап 4-ші қабатқа көтерілетін болады. 4-ші қабат дегеннің қасында онкология деген жазуды оқиды. Дәрігермен кездесіп, оған менде рак па деп сұрақты тігінен қояды. Сонда ол қызды қорқытып алмау үшін оған балаша түсіндіріп, мынау қан тамыры, мыналар лейкоциттер мен эритроциттер деп ойыншықтарды жайып түсіндіріп, зиянды клеткалар пайда болады деп, сүйек миын алып зерттеп көру керек деп келіседі. Миды алушыны жатқызып, керек нәрселерін дайындап, Эккиді ұйықтатады. Болғаннан кейін оянып, үйге қайтқым келеді деп тұрмақ болып, ауырсынып тұра алмайды. Сөйтіп зерттеу нәтижесінде қызда лейкемия анықталады, яғни аққан. Экки болса үйге қайтқысы кеп, қайтуға бола ма? Сабақтарым көп десе оны жібермейді. Осындай емдейтінін айтады. Осылай үнемі көңілді, футболды сүйетін қайсар қыздың бойынан қатерлі ауру пайда болады. Афида атты қызметкер оны ауруханамен таныстырып жүреді. Бұл хабар оқушыларға да жетіп, бәрінің көңілдері түсіп отырады. Ол енді өле ма деген сынды сұрақтарды қойып, емтиханда футболдан турнирде не істейді деп отқанда, мұғалімдері оларға қазір медицина дамыған деп оларды қорқытпау үшін турнирге дейін оралады дейді. Ал Джоэб ол футболды жақсы ойнайтын жалғыз қыз болатын деп, оның да көңілі бір түрлі болғандай сезіледі. Содан Экки химиотерапия алады. Сыныптастарына апайы оған әзірше бара алмаймыз, бірақ сурет салып хат жазсаңдар болады деп, балалар Эккиге арнап өз суреттері мен қасына хаттарын жазып жібереді. Экки барлығын өз қабырғасына іліп жауап жазбақ болып, сөздері дұрыс құрастыра алмай, не жазарын білмей бірнеше қағаздарды мыжып тастайды. Жаймен шаштары түсе бастап, кейін оны қысқартып, ұлдардікінде кесіп тастайды. Сонымен Афида екеуі достарына хат жазуға кіріседі. Апайлары достарына оқып беріп, арасына укол салды деп, кейде күлдіретін нәрсе жазғанын көреміз. Сөйтіп оған баруға болады деп, Эккидің ең жақын 3 досы мен мұғалім баратын болып ауруханаға келеді. Сыйлықтарын көтеріп, Эккидің палатасына жақындап тұрып қалады. Оларды көрген қыз қуанып қарсы алады. Оған жаңа доп сыйлайды. Сол уақытта самокатпен дәрігер зуылдап кеп, соңғы алынған анализдің нәтижесі жақсарып қалды деп қуанышты жаңалықпен бөліседі.
көрсет. Сонда мұғалімі Иннаны көріп екеуі танысады. Инна сәл қобалжығандай болады. Мұғалімнің күйеуі де рактан қайтыс болған екен. Содан күндер өтіп, Экки сондағы балалармен көңіл көтеріп, қызметшілердің сусындарын ауыстырып, тиісіп ойнап, жарысып жүреді. Уақыт өте Эккидің шашы тақырланып, емнің бірінші кезеңін алып, үйіне қайтуға дайындалып, ата-анасы заттарын жинай бастайды. Дәрігері кеп, көп жүгірме, ем әлі аяқталмады деп ескертеді. Парикті киіп көріп, мынамен бара алмаймын деп кепка киіп мектебіне келеді. Сәл қобалжығандай боп, әке-шешесімен сыныбына көтеріледі. Оны көрген достары жымиып, барлығы әндетіп күтіп алады. Ұстазы сені сағындық деп отырғызады. Сонымен сән көрсетілме деп бәрі дайындап қойған орамалдары мен бас киімдерін киіп, парта үстімен жүріп өтеді. Көңіл көтеріп, кезек-кезек шығып, Эккиге де жүр дегенде ол қуана модельдер секілді билеп жүріп, кепкасын шешіп қалғанда оның тақыр басын көріп біртүрлі боп үндемей қалады. Лауренс боулингке арналған жақсы шар екен деп сөз тауып, бәрі қошеметтей кетеді. Сөйтіп футбол ойнауға кіріседі. Экки де жүгіріп жүріп, Джойптың қасынан өтетін кезде басы ауырып құлайды. Оны Джойп итеріп жіберді деп ойлаған ұстазы тоқтатып, өзіне келгенше шетке отырғызады. Элиза екеуі үйінде сөйлесіп отырып, Лауренспен жүріп жатсың ба, ол сені жақсы көреді дегенде Экки ашуланып, бәрі маған не істеу керектігімді айтып жүр, шаршап кеттім деп Элизаның кеткенін қалайды. Түсінбей қалған қыз амал жоқ тұрып кетеді. Содан барлығы ауысамыз деген Тео Тайсон мектебіне экскурсияға жиналады. Ішке кірсе кепкамен болмайды деген белгіні байқайды. Қоңырау соғылып, оқушылар қаптап шығады. Сонда бір бала кепкамен болмайды деп шешіп жібереді. Басын көріп біртүрлі боп кетпек болғанда, Джойп ештеңе ұмытпадың ба деп кепкасын алып беруін меңзейді. Кепкасын кигізіп кешірім сұрап кетеді. Содан біткен соң Джойпты ұнататын Экки оған алғысын айтып, кейін маған ауруханаға келесің ба, топтың құрамы жайлы сөйлесе аламыз десе, Джойптың барғысы келмейтіндей түрі өзгеріп, көреміз деп кетіп қалғанда Экки де біртүрлі боп қалады. Бәрінен шаршаған қыз отырып көз жасына ерік береді. Соны байқаған жан досы Элиза Экки деп жақындайды. Экки алдын сөйлеп тастағаны үшін кешірім сұрап, бұның барлығы дәрілерден, одан басың ауырады деп, оған сен менің жан құрбым боп қаласың деп құшақтайды. Элизаның кешіргенін түсінеміз. Сонымен келесі ем қабылдауға жатады. Дәрігері қағаздарды қарап тұрғанда, сіз мені жазылып кетеді деп сөз бересіз ба деп сұрайды. Дәрігері үндемейді. Сіз өз мұртыңызбен сөз беріңіз. Егер сөзіңізде тұрмасаңыз, яғни жазылмасам, мұртыңызды алып тастайсыз, жазылсам алмайсыз деп келіскендей болады. Мұғалімі Эккиге сабағын беріп тұрғанда, дәрігер кеп оған анализдерің жақсы деп қуанышты жаңалықты жеткізеді. Лагерге барсам бола ма, мен өзімді жақсы сезініп тұрмын деп билеп, секіріп рұқсат сұрайды. Ойланған дәрігер қыздан көп жүгірмеймін деп уәде алған ол рұқсатын береді. Уайымдаған анасы лагерге бірге бармақшы болғанда, Экки ешкім ата-анасымен бармайды деп оның барғанын қаламайды. Сөйтіп әкесі онымен жай сөйлесіп, үнемі қасында жүрмейді дегендей баруға көндіреді. Осылай оқушылар автобуспен улап-шулап жолға шығады. Арасына Джойп Эккиге бір қарап қояды. Оған деген көңілі өзгеріп жатқандай сезіледі. Лагерге жетіп бір тоғай ішіндегі үйге жайғасып, жасырынбақ ойнаймыз деп жиналғанда, Джойп ол кішкентайларға арналған ғой деп ойнағысы келмегенде, Экки мен сенен жақсы тығылам деп екеуі бәстеседі. Мұғалім санап, балалар жан-жаққа жүгіріп тығыла бастайды. Ұстаздары арасында білдірмей қарап қояды. Экки бір талға өрмелеп көтеріле кетеді. Содан Инна санап бітіп, балаларды біртіндеп тауып жатады. Соңында Джойп пен Экки ғана қалады. Күлімдеп тұрған Экки қатты жоғары көтеріліп қойған байқаған ол төмен қарап қорыққандай болады. Оның үстіне бір бұтақ сынып кетеді. Жармасып ұстанып отырады. Джойпты де тауып, Экки сен жеңдің, шыға бер дейді. Ол болса түсе алмай төбеде отырады. Ешқандай жауап болмаған соң уайымда бөлініп оны іздей бастайды. Сол кезде төменде Джойп көрінеді. Оны шақырып жәрдем беруін сұрайды. Басқалар келгенде оларға айтпай лагерге кеткен болар деп жіберіп, өзі ағашқа шығып Эккиге жақындап оның түсуіне көмектеседі. Түскеннен кейін Джойп оған ауруханаға бармағаны үшін кешірім сұрайды. Бірінші сыныпта оқып жүргенде оның інісі болған екен. Ол ауырып жатқанда күнде баратын едім, бірақ аман қалмады. Содан кейін ауруханаға барғысы келмейтінін айтады. Бәсті жеңдің деп оны лагерге дейін арқалап апарамын деп көтеріп келе жатады. Осылай Джойптың де Эккиге деген махаббат ұшқыны пайда болғандай сезіледі. Уайымдаған барлығы жақындап қайда болдың деп сұрай кетеді. Содан түнделетіп оттың қасында жиналып әндетеді. Лауренс Экки мен Джойптың арасындағы көңілді түсініп, екеуін бірге отырғызады. Ертесіне тамақтанып ойынды талқылаймыз дегенде Экки қайда деп сұраған Джойпке, ол шаршап демалып жатыр дейді. Оны көріп келуге барып, анасы екеуі оңаша қалдырады. Не айтарын білмей жағдайын сұрағандай боп, бүгін жақсарып қалғанда жаттығуға келесің ба десе, иә деп басын изеп қалады. Содан дайындалып жатқанда Экки де жетеді. Оны көрген Джойп қуанып оған қарай допты тебеді. Допты қайтармаған Экки өзін жаман
сезініп шалқасынан құлайды. Барлығы жүгіріп уайымдайды. Сонымен оны әкесі лагерден алып кетуге кеп, Элизаға егер мен ойнай алмасам, орныма сен ойна деп қоштасып, Джойпқа қарап бір-біріне жымиғандай көлікке отырады. Содан дәрігер ауру миыңа жетті деп жаман жаңалықты жеткізеді. Өлгісі келмейтінін айтқан Эккиге қолынан келгенін істеймін. Өздері келіскендей мұртыммен уәде беремен дегендей мұртын көрсетіп, оның көңілін сәл болса да түсіргісі келмегенін түсінеміз. Ата-анасының көздері жасаурап отырады. Ем қабылдауға жататын кезде мен жатқым келмейді деп қашпақ болады. Оны тоқтатып тыныштандыруға тырысады. Бұл әділетсіздік, неге мен ауырып жатырмын деп көңілі босағанда қызметкер де өзін зорға ұстап тұрады. Оны тыныштандырып жатқызуға көндіріп аппаратты жылжытады. Уақыт өте дәрігер мұртын алып тастап көңілсіз келеді. Яғни өздері келіскенде егер жазылмаса мұртын алып тастайтын болады. Жағдайдың нашар екенін түсінген Экки өлетінін біліп ойланып жаман болып қалады. Менің шаштарым қайта өспейді деп отқанда Афида өседі деп оған қаламмен шаш салып беріп айнадан көрсетеді. Өлу ауырма десе жоқ, керемет жерде боласың, ол жерде ән айтып би билесең болады деп қызды шошытып алмауға тырысып отырады. Бұрын мысықтар жұмағына барғым келетін еді, енді адамдар жұмағына түскім келеді дейді Экки. Афида оны құшағына басып ыңылдап әндетіп жұбатады. Сөйтіп ұстазы Экки турнирге қатыса алмайды деп жаман жаңалықты естіп көңілсіз тұрады. Орнына кім ойнайды дегенде Экки сен ойнай аласың деген еді деп Элиза қолын көтереді. Джойп ол көруге де келмейді ма десе ол әлсіз дейді. Жедел жәрдеммен әкеліп жатқызып көрсін десе болмайтынын айтады. Лоуренс екеуі дәрігерге барып жатқызып көрсетуге бола ма деген ойларын жеткізгенде жақсы сый, бірақ ол тым әлсіз деп олай істей алмайтындарын түсіндіреді. Көңілдері түсіп, терезеден аурухана ауласында ойнап жүрген балаларды көрген Джойп менде бір ой бар деп ақылдасады. Содан келісіп достарына хабар беріп барлығы қуана келіседі. Кейін дәрігер кабинетіндегі заттарды жылжытып Эккиге келеді. Әлсіреп қалған оған саған тосын сыйымыз бар деп кереуетті жылжытып дәлізбен дәрігер кабинетіне әкеледі. Джойп телефонын ұстатып қоңырау шалғанда тұтқаны ал дейді. Экки де оған бірдеңе ұстатады. Эккиді сүйіп жақсы көретін жеткізгендей болады. Қыз күлімдеп қалады. Сыртқа шығып телефон шалынады. Алса Ибрахим екен. Кереуетіңді көтер деп басын көтеріп терезеге қара дейді. Қарасы Эккидің тобымен онкология құрамы ойнайды деп футболды ұйымдастырған екен. Аурухана қызметкерлері мен балалары сыныптастарына қарсы ойнайды. Оларды көріп қуанады. Ибрахим телефон арқылы комментатордың рөлін атқарады. Оны естіп жатады. Бір-бірлеріне дес бермей ешкім гол соға алмай жүреді. Біраз жүгіріп ойнап, ақыры Джойп алғашқы голды салып қуанады. Экки де бірге қуанып жатады. Солай жеңістеріне қуанып тұрғанда Эккидің көзі жай жұмыла кетеді. Сыныпта Эккидің суретіне қарап көз жасы аққан Джойп допты қояды. Ибрахим де жақындап сен де сағынып жатсың ба деп сұраса, иә дейді Джойп. Жақсы балалар жыламайды деп кетеді. Экки Джойпқа ұстатып жібергені ол өзінің добы бар мойын алқасы екен, оны мойнына тағып алады. Осылай барлығы турнирге бірдей Эккидің атын жаздырып қатысады. Оны еске алу үшін барын салып жарыста жеңіске жетуге тырысып бағады. Дәрігер мен ұстаздың бір-бірінің көңілдерін тапқанын көреміз. Ата-аналар жанкүйер болып, Элиза ақыры гол салып жеңістерін Эккиге арнайды. Экки қысқа ғұмырында өзгені жақсы көріп, өзінде жақсы көргізіп, адамдардың өзгеруіне ықпалын тигізіп үлгереді. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.